Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Өй елең дұрайын, кең қолтық, шілдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке, үке кесіп, шығып кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Абайдың кез келген қара сөзінің басын бастасаң болғаны, Темірлан оны еш ойланбастан жалғастыра кетеді. Дәл осылайша кідірмей-мүдірмей, нақышына келтіріп, мәнерлеп айту үшін ол жас бойы дайындалған. Күні-түні тыным таппай Абайдың 42 қара сөзін жаттаған. Бұл еңбегі зая кетпеді. Жас өрен жақында ғана Абайдың туған күні қарсаңында ұйымдастырылған республикалық Абай оқулары байқауынан жүлделі бірінші орынмен оралды. Ұлы ғұламаның туған топырағы Жидебай жерінде осымен 24-ші рет өткен әдеби додаға еліміздің 16 өңірінен 130-дан астам кіл мықты оқушы жиналған. Жас өрендер ақын өлеңдері, әндері мен қара сөздерін жатқайтудан сынға түсті. Республикалық деңгейдегі атаулы байқауға Темірлан алғаш қатысқан болатын. Жаз бойы осы Абайды жаттаумен өтті. Негізінде Абайдың қара сөздерін жаттау оңай болған жоқ. Өйткені Абайдың тілі өзі кішкене ауырлау келеді. Өйткені араб, парсы тілдерін қосып жазған. Ең қиыны сол жарыстың алдында болды. Күннің ыстық болды, сонда енді далада отырдық, күттік, балаларды бір-бірден кіргізіп, ортасынан, соңынан барлық жерден сұрайды. Енді қатты тексерді бізді. Бұлақ көрсең көзін аш демекші Темірланның ұстазы Зейнеп Нұрахметова шәкіртінің бойдағы қабілетін бірден аңғарып, оның шыңдалуына септігін тигізді. Ұстаздың тағы бір шәкірті былтыр республикалық Мәшһүр Жүсіп оқулардың жүлдегері атанған болатын. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе деген Сұлтанмахмұт атамыздың сөзі бар. Мен жаңағы Темірланның Абай тұңғиығына, Абай біліміне, Абайдың асыл сөзіне түсінгісі келгенін, білгісі келгендігіне өте қатты қуандым, және дайындықты бастап кеттік. Содан Абай қара сөздерін жаттау оңай болған жоқ. Өйткені Абайдың сырлы, терең сөздері 9-шы сынып оқушысына өте ауыр тиеді. Сондықтан да біз ең алдымен Абайдың осы қара сөздерінің жаттар алдында мәнін, мағынасын бірінші ұғынып алдық та, содан кейін барып жаттауды кірістік. Бала көп еңбектенді. Бұл Темірланның еңбегі, мектеп оқушысы, 9-шы сынып оқушысы жаңағы ерінбей, жалықпай бүкіл жазын Абайдыға арнады. Мен оқушымның талабына, алдына қойған мақсатына өте ризамын. Темірлан мектептің ғана емес, туған қаласының, тіпті облысымыздың намысын асқақтатып отыр. Бұл алған марапат оның жүлделер қорындағы соңғысы емес. Себебі жас өрен бұдан да биік асуларды бағындыруға оқталып отыр. Темірлан талапты, ізденгіш, алдына қойған мақсатына жетуге тырысатын сондай жақсы бала. Оқушыларымыздың осындай еңбегімізді ақтап, биіктен көрінгеніне біз қатты қуанамыз. Оқушыларымыздың шығар асуы биік болсын, осындай жетістіктері көп болсын. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.